В казахстанской культуре живут не таясь устремленность Европы и мудрость Востока, и на крыльях искусства великая связь оживает на сильных духовных истоках. Мы к ладони ладонь в дружном круге большом, многоцветие народных традиций и веры. Казахстанским потомкам своим сбережем украинские песни для будущей эры. Добролюбие казахов стало родным белорусам, полякам, прибалтам и немцам. И спасибо стране, милосердием степным довелось и полякам надежно согреться. И завещано предками вам, молодым, сохранить в чистоте все богатства народа. И любимый язык, очага терпкий дым, мудрость слова и узы священные рода. Бұл күн мейірімділік пен достықтың, барлық қазақстандықтардың бір-біріне деген сүйіспеншілігінің жарқын мерекесіне айналу қажет деп есептейді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Жас ұрпағымыз ұлттық тарихымызды білу қажет. Біз Қазақстанның біртұтас халқымыз. Қазақстан Республикасының этнос аралық тарихына сүйенсек, бүкіл 20 ғасырда Қазақстан аумағында көп этникалық қоғамның қалыптасуының күрделі процесі жүрді. Ұлттық халық санағының қорытындылары бойынша Қазақстанда 25 ұлт пен ұлыстың өкілдері тұрақты қалыптасқан. Олардың арасында саны жағынан 7 этнос өкілдері бар. Олар қазақтар, орыстар, өзбектер, украиналар, ұйғырлар, татарлар және немістер көп болып табылады. Әрбір анаға өз баласы қымбат болғандай, біздің мемлекетіміз үшін де барлық балалар қымбат. Барлық ұлттар мен ұлыстар өкілдері біздер үшін маңызды. Біз қазақстандықтар өз елімізде тату-тәтті өмір сүріп келе жатқанымыз үшін бір-бірімізге алғысымызды білдіреміз. Әрбір қазақстандық өзін қоғамымыздың маңызды және қажетті бөлігі ретінде сезінеді. Біз Қазақстанның біртұтас еліміз. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айтуы бойынша, Столыпин реформасы кезінде Қазақстанға Ресей, Украина және Белоруссиядан 1,150,000 адам қоныстандырылды. Сталиндік режим кезінде Қазақстанға біраз ұлттар түгелдей қоныс аударып келді. Атап айтатын болсақ, 800 мыңнан астам неміс отбасылары, 100 мыңнан астам поляктар, 1000-нан астам түгелдей корей отбасылары Қазақстанға қоныс аударды. Қазақстандықтар өзінің қиын жағдайына қарамастан, олармен барымен бөлісіп, қамқор бола білді. Ұжымдастыру жылдары бұрынғы КСР-ның орталық аймақтарынан Қазақстанға 250 мың шаруа жер аударылды. Менің туған
туған елімде бейбітшілік орнасын, әрбір үй қуаныш пен шаттыққа толсын, қайғылы, мұңлы күндер еш болмасын, бейбітшілік, татулық, бірлік елімізде орнасын. Бір жанадай біргеміз, қазақ, орыс, корей неміс, ұйғыр біргеміз, берік біздің іргеміз, барлығын табыстырған еркін біздің еліміз, туған елім сүйікті Қазақстан еліміз. Еліміздің тарихы ұштастырды біздерді, қиын қыстау кездерде басымыздан өткердік, қуғынға да қарамастан шайқасқа да аттандық, барлығымыз бірігіп қазақ елін құрадық. Когда многострадальный мой народ был оклеветан и унижен, ты, несмотря на груз своих забот, нас обогрел и стал нам братом ближе. Распахнутой для всех, как степь, душой и помыслами, чистыми, как небо, делился с нами ты, мой брат степной, и кровом, и одеждою, и хлебом. Ты нам помог преодолеть невзгоды, да не иссякнет щедрости родни. Благодаря казахскому народу мы сберегли культуру и язык. На состязаниях за престиж страны есть то, что вдохновляет на победу, как побеждали и отцы, и деды под мирным небом и в огне войны, за результаты славных достижений, за то, что я могу идти вперед, за мудрость наших старших поколений. Благодарю тебя, родной народ. В честной борьбе за рекорды сожму я всю волю в кулак, чтобы возвышался гордо наш казахстанский флаг. И пусть поединок труден, трудности мне не страшны. Спасибо, что верите, люди моей страны. Истоки вдохновения любви, знакомых с детства улиц и к прохожим, к своей стране, настолько не похожи ни на одну из стран, где только не живи. Истоки вдохновения любви к родителям, избраннику, ребенку, к друзьям, рассветным птицам звонким, к дворам уже разбуженным людьми. Истоки вдохновения в любви, к дыханию и музыке природы, в любви и благодарности к народу. Судьбой великой мой народ благослови.